Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы алақай демалысқа шығамын. Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока – Ура, я выйду на каникулы. Жаңа сөздер, новые слова. Жазғы демалыс, летние каникулы. Жаз, лето. Жаз айлары, летние месяцы. Жалғауларды қайталау. Повторим личные окончания. Мен демаламын, я буду отдыхать. Сен демаласың, ты будешь отдыхать. Сіз демаласыз, вы будете отдыхать. Ол демалады. Он либо она будет отдыхать. Тыңда, қайтала, оқы. Слушай, повторяй, читай. Жаз – жыл мезгілдерінің бірі. Лето – это время года. Жаз айлары – маусым, шілде, тамыз. Летние месяцы – июнь, июль, август. Жазда мектеп оқушылары, мұғалімдер демалады. Летом ученики и учителя отдыхают. Шілдеде лагерьге барамын. В июле я пойду в лагерь. Лагерьдің жанында үлкен көл бар. Возле лагеря находится большое озеро. Тамызда әкеммен, анамен қыдырамын. В августе месяце буду гулять с мамой и папой. Жазылым, письменная работа. Бірінші тапсырма, көп нүктенің орнына қажетті қосымшаны жалғап жаз. Первое задание. Вместо многоточий нужно поставить правильное окончание. Жазда балалар қайда барады? Жазда балалар ауылға барады. Жазда балалар лагерьге барады. Жазда балалар тауға барады. Жазда балалар көлге барады. Жазда балалар теңізге барады деп жазасыңдар. Жазылым, письменная работа. Екінші тапсырма, суреттерге қарап, шағын мәтін жаз. Второе задание. Используя рисунки, нужно составить маленький текст. Кім қайда демалады, то есть кто где будет отдыхать. Жазылым, письменная работа. Үшінші тапсырма. Қою қаріппен жазылған сөздерді жекеше түрде жаз. Третье задание. У вас даны два столбика, то есть написано в первом столбике написано у вас во множественном числе, а во втором нужно будет написать в единственном числе. То есть без демаламс это мы отдыхаем, а во втором будет мен демалам, то есть я отдыхаю. Сендер демаласыңдар, во втором будет сен демаласың. Сіздер демаласыздар в вежливой форме, то есть вы будете отдыхать. Сіз демаласыз. Олар демалады, ол демалады. Жаттайық, давайте учить. Балақай, ау балақай, жаз келеді, алақай, жалаң аяқ жүреміз, балақтыда түреміз. Көлден балық сүземіз, жалтылдатып тіземіз. Қадыр мырза әлі. Есте сақта, запомните. Жаз айлары маусым, шілде, тамыз. Летние месяцы июнь, июль, август. Әлібек жазда демалады. Әлібек летом будет отдыхать. Ол ауылға, лагерьге, тауға, көлге барады. Он поедет в деревню, в лагерь, в горы и на озеро. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.